Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері бүгінгі жаңалықтарыңызда дайын. Луис Диас Испанияға ауысады деген ақпараттар бар. Барселона осы маусымда біраз ойыншысын сататын болады. Криштиану Роналдо Сауд Арабиясын шашып жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізді демеп, қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз, және де көп созбай, әдептен озбай бастаймыз. Кеттік. Осы маусымда Луис Диасқа байланысты көптеген ақпараттар шығып жатыр. Ол Ливерпульдан кетеді, Ливерпуль оны сатады деген ақпараттар өте көп. Луис Диастың әкесі Луис Мануэль Диас былай деп сұхбат берген екен, жақын арадағы сұхбаты бұл. Луис Диас осы маусымнан кейін команда ауыстыруы мүмкін. Қай жаққа ауысады десеңіздер, мен өзімнің ойымша, баламның ойы да солай, біз Испанияға барғымыз келеді, Ла Лигаға қатысқымыз келеді, және де Мадрид қаласына барғымыз келеді деді. Енді Реал Мадрид болмаған күннің өзінде Атлетика Мадрид болса деген ниеттері бар сияқты. Бұл Луис Диастың әкесінің Атлетика Мадрид пен Реал Мадридқа деген бір әдемі намегі деп түсінуге болатын шығар. Жай ғана айтып қойды, біз сіздер жаққа барғымыз келеді деп. Қалған жұмысты өздеріңіз істеп алыңдар деген сияқты. Енді Луис Диас осы маусымнан кетіп қалуы мүмкін. Оған Парис Сен-Жермен де қызығушылық танытып отырғанын айта кетейік, достар. Ал енді Ливерпуль клубы осы маусымнан кейін Луис Диасқа жақсы ұсыныс егерде түсетін болса, Луис Диасты сатуға дайын екендерінде айтты кейбір ақпараттар басылымдардың айтуынша. Негізі Луис Диас қай командаға барса да өзінің ойынын ойнап бере алатын, жоғалып кетпейтін ойыншылардың қатарында деп ойлаймыз. Тағы да бір жоғалып кетпейтін, жақсы ұсыныс жасаудан шаршамайтын біздің сенімді серіктесіміз Пари матч бар екенін ұмытпаңыздар. Және де естеріңізге сала кетейік, сіздердің есептеріңізді, шоттарыңызды әр толтырғандарыңыз сайын 150 мың теңгеге дейін бонус беретінін де ұмытпаңыздар, достар. Бұндай тамаша мүмкіндікті бүгінгі ойындарға пайдалансаңыздар болады. Пари матчтың бонустары берілетін сілтемесі осы видеоның астында. Пари матч ойын тізгіні сенің қолыңда. Фабрицио Романоның жап жаңа ақпараты. Андрей Лунин Реал Мадридпен жаңа келісім жасасуға дайын. Оның бұрынғы келісім шарты 2025 жылдың жазына дейін болатын. Ал жаңа келісім шарт 2027 жылдың жазына дейін болатын болды. Жалпы Лунин осы маусымда қатты танылды. Осы маусымда өзінің жақсы қақпашы екенін дәлелдеп тастады. Кепа Аризабалаганы алып тастады. Лунин негізі қағаз бойынша Кепа Аризабалагадан кейінгі қақпашы болатын. Оны да айта кетейік. Ал енді бір шетінен Кепа Аризабалага кете берсін, Куртуа бар. Куртуаны сатып жібереді, немесе бір негізгі құрамнан алып тастайды деп айта алмаймыз. Негізгі құрамның ойыншысы Куртуа. Лунин Куртуа бар кезде алаңға шыға ма, шықпайды ма белгісіз. Сондықтан да Реал Мадридпен қаншалықты маңызды оның келісімшартқа қол қойғаны. Тек қана Реал Мадридта болғысы келе ма, ол жағын түсінбедік. Реал Мадридпен келісімшартты ұзартуға дайын екен жеткізді. Бірақ та Лунинға осы маусымнан кейін өте үлкен клубтардан ұсыныстар бар. Және де нашар клубтар емес, ортаңқол клубтардың негізгі қақпашысы болуына болады. Ондай мүмкіндік бар Лунинда. Оның бірі Арсенал. Арсеналда ұсыныс жасап отыр. Енді ол жерде Рая бар, ол жерде қалай болатыны белгісіз. Бірақ та Арсеналда негізгі қақпашы болуға таласуға болатын сияқты, Реал Мадридқа қарағанда. Сіздердің өздеріңіздің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Және де бір айта кететін нәрсе, қазір Луниннің трансфер-маркет порталындағы құны 16 миллион евро. Ол осы маусымда ақ 2 есеге өсті Луниннің бағасы. Арсенал демекші, Арсеналдың бүгін маңызды ойындардың бірі. Арсенал бүгін Лутон Таунмен ойнайтын болады. Оны да естеріңізге сала кетейік. Лутон Таун өзі жалпы кез келген қарсыласқа гол салып жүрген командалардың бірі. Бірақ та бүгін Арсенал өз алаңында Лутон Таунды қалай да, қандай деңгейде ойнаса да жеңіп қояды деген ойдамыз. Одан бөлек тағы да бір қызық ойын біз үшін Манчестер Сити Астон Вилланың ойыны. Астон Вилла кейінгі кезде өте тамаша ойын көрсетіп жүр. Және де қазіргі таңда
4-ші орында тұр. Ал енді Тоттенхемнің жанкүйері ретінде мен Манчестер Ситиға бүгін жанкүйер боламын. Себебі Астон Вилламен біз 4-ші орынға тікелей таласып жатқан команда болғандықтан, бүгін мен Манчестер Ситидің жанкүйерімін. Тоттенхем 4-ші орынға тұрақтауы үшін. Ал Тоттенхемға тікелей тоқталатын болсақ, Вест Хэммен өткен кешегі ойынға мүлдем көңілім толмады. Тоттенхемнің ойыны болмады. Кеше жалпы Постекоглу бір нәрсені түсінбей жүр. Постекоглу Сон Хин-минді ортаға 9-дық қылып ойнатып мүлдем қажеті жоқ. 9-дық болып Сон Хин-мин ойнай алмайды. Ол вингер болып ойнай алады. Сон Хин-мин 9-дық болған кезде Тоттенхемнің ойыны құриды. Мен оны бірнеше рет байқадым. Сон Хин-мин өзінің қапталында қала беруі керек, және де Тоттенхемға таза бір жақсы 9-дық керек. Осы жазғы трансферлік терезеде алады деген ойдамыз. Ал енді бүгінгі ойындар, жалпы осы АПЛ-дың соңғы ойыны, қандай лиганың соңғы ойындары болсын, әр ойын ауадай маңызды, қажет, ешқандай ойында ұпай жоғалтпаулары керек. Бүгінгі ойындарда өте маңызды. Осындай маңызды ойындарда, қиын ойындарда қиыннан қиыстырып, болжам жасап бәстігіп жіберейін десеңіздер, біздің сенімді серіктесіміз Париматчтың бар екенін ұмытпаңыздар. Себебі Париматч сіздерге үлкен есепте, үлкен көлемде бонустар береді. Осы маусымнан кейін Барселонадан біраз ойыншылар кетеді. Соның басын бастап кететін Маркус Алонсо. Маркус Алонсо осы маусымнан кейін Барселонадан кетеді, және де екі жақ бір-біріне көңілі толады. Ешкімнің де өкпесі жоқ. Маркус Алонсо да ренжімейді, неге менімен жаңа келісімшарт жасаспадың деп. Оның енді үздік жылдары артта қалды. Жасы келген ойыншы, жастарға орнын беруі керек, ол да түсіністікпен қарайды. Одан кейін Серхио Роберто да кетіп қалуы мүмкін. Бірақ енді Серхио Робертоның кетпеуі Хави Эрнандеске байланысты. Хави Барсаның бас бапкері болып қала беретін болса, Серхио Роберто да 2-3 сезон, маусым дейміз ба, ойнауы мүмкін. Көмек бере алады Барселонаға. Негізгі құрамның нақты ойыншысы емес, бірақ та негізгі құрамнан бөлек, алаңнан тыс киіну бөлмесінде Серхио Робертоның орны бөлек, жастарға айтар ақылы көп. Ал енді егер Хави Эрнандес кетіп қалатын болса, Серхио Роберто не МЛС-қа, не Сауд Арабиясына барады. Нақтырақ айтсақ, біріншісіне МЛС-қа баратын жар, себебі ол жақта Месси, Бускетс, Суарес, Альбалар бар екен айта кетейік. Одан кейін нақты кететін ойыншы Барселонадан Ромео. Осы Бускетстің орнын басып баладау деп алған ойыншы, ешкімнің де үмітін де ақтамады, орнын да баспады, ізде қалтырмады. Барселонада келгеннен отырды, алаңға шықса бүлдірді, гол алып келді өз қақпасына. Осындай жағдайлармен ғана есте қалды, және де бұның кететініне ешкімнің де күмәні жоқ, ешкімнің де еш жері майыспайды, егерде Ромео кетіп қалатын болса. Осындай топ ойыншылар бар, нақты кететін, командаға керек емес деген ойыншылар бұлар. Енді командаға керек мықты негізгі құрамның ойыншыларында сатып жіберуі мүмкін. Себебі жастарға, Барселонаның жақсы ойыншыларына жан-жақтан ұсыныстар өте көп. Криштиану Роналду қартайып қалды, түкке жарамайды деген ойларыңыз болса, мүлдем қателесесіздер. Криштиану Роналду әлі бабында. Жастар жасай алмаған нәрсені жасап жатыр Сауд Арабиясында. Сауд Арабиясының лигасында, Сауд Арабиясының лигасы ғой, ол жақта мен де салам деген ойлардан арылу керек. Қазір Сауд Арабиясының әр командасында жоқ дегенде 2-3 мықты ойыншыдан бар. Ал кейбір командаларда 7-ден, 8-ден, 10-нан мықты ойыншылар бар екен айта кетейік. Сондықтан да Сауд Арабиясының лигасы осал лига емес. Осы жерде ойқастап жүрген Роналдуны айтайық, 2 ойын қатарынан хэт-трик жасады. Ал енді кешегі ойын Аль-Абхамен өтті. 11-ші минутта Криштиану Роналду алғашқы айып добынан қақпаға жақын жерден қорғаушылардың аяғының астынан қатты соққымен, жылдам соққымен гол салып жіберді. 10 минут өткеннен кейін тағы да бір айып добы болды. Ол жерде қорғаушылардан қамал құрып тұрған төбесінен асырып барып әдемі гол сала білді, және де 42-ші минутта жеке шығып қақпашының төбесінен лақтырып жерді. 44-ші минутта голдық
пас берді. Жалпы бірінші таймда 3 гол және 1 голдық пас жасап, ойынды бірінші таймда аяқтады. Бапкердің нұсқауы сондай болған сияқты, Криштиану Роналдуға бірінші таймда тірлікті бітір деген сияқты. Осылайша тірлікті бітіріп тастады. Әрине Аль-Хилаль алда келе жатыр. 12 ұпай алда озып кеткен. Аль-Хилальға жету өте қиын, бірақ та Роналдуның мынандай бабында тұрған кезінде Аль-Хилальдан қалыспауға, Аль-Хилальға қысым жасауға, жалпы маусым соңына дейін таласуға болады. Роналдуға респект дейміз, және де Роналду бізді таңғалдырудан ешқашан шаршаған емес. Достар, бүгінге осы арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі орталық ойындар, АПЛ-дің ойындарына ой болжамдарыңыз болса, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчты ұсынамыз. Сіздерге жақсы ұсыныстары, бонустары бар. Ал енді бізді қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Ертең бұйыртса кездескенше назарларыңызға рахмет.